Енді мынау бәріміздің қуаныштарымызды айтып жатырмыз. Жақсы сондай, жақсы тұрмысы. Мен ойлаймын, мынау осындай табиғат бізге осындай тағдырды жазғанына, сіздердің осындай мезгілде өмірге келгендеріңізге, өзіміздің сол балалық жастық шағымыздың бірге өтуін, егер осы кезде келмесек басқаша болар еді ғой. Соның барлық жастық шағымыздың бірге өткеніне, осындай семьялы болып, жандарыңызда жақсы жандар болып, жақсы кісілермен қосылып, бәрін де көріп отырмыз. Қазір адам дегеннің жаңағы шыны сияқты айнадан көргендей кімнің қандай екені, сыртқы пішіні қандай, ұстамдылығы қандай, оның ішкі жан дүниесі қандай, бәрі көрініп тұр, барлықтарыңыз біліп отырсыздар. Өте жақсы кісілерде табиғатымызға тап келген екен деп ойлаймын. Қуанамын оған. Бақытты болыңыздар барлықтарыңыз. Ал енді мен өзім де соның бірімін. Менің жарым да өте жақсы кісі болды. Сол жақсылығын жаңағы Клараның сөзінен шығып жатыр ғой. Сол жақсылығын жеткіземін деп ізденбастық және сырлы сағыныш деген кітаптан бастаған басын мектепте сол бұрын кезде. Сол әйтеуір енді табиғаттың жазушылығы енді жалғасып келе жатқан. Сондықтан осы өміріміз, осы жақсылығымыз жалғаса берсін деп тілеймін.